Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 12:9 көлемді үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосу үшін осы видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде кіреберіс. Оның көлемі 2:380. Келесі бізде жуынатын бөлме. Оның көлемі 2:180. Келесі кезекте бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 3:40-3:80. Келесі бізде зал. Залдың көлемі 6:50-4. Және келесі кезекте бізде жатын бөлмелердегі кіретін кішігірім дәліз. Оның көлемі 2:20-1:80. Келесі бізде бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 3:80-3:20. Соңғы кезекте бізде екінші жатын бөлме. Оның көлемі 4:50-4. Және бізде сызбада негізгі қабырғалар 40 см. Және бөлме аралық қабырғалар 20 см белгіленген. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосу үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.